Алло. Алло, сіз Өмірбексіз ба? Сіз мені тыңдаңыз. Қазір 1 сағатта әкімшілікке жетпесеңіз, сіз жерлеріңіздің бәрін біз өкінішке орай беріп жібереміз. Сондықтан тез арада 1 сағатта жетіңіз, 1 сағатта әкімшіліктің алдында. Иә, тез жетіңіз. Кездерімді алдадым. Әуре болып жүрсін, әкімшіліктің алдын торауды. Новый номер алғам ғой, құрсын, ешкім танымайды, бәрін алдап алайды, осындай кезде. Кім, Жәмиля звондайықшы? Танып қоймасын даусыңды? Танымайды ол. Кеше көйлек алып жүден мақтанып отыр еді. Соны көрсетейін қандай көйлек алғанын қандай екен. Жынды оған ана күйеу ақша тастап кетсе көйлек... Алло. Саламатсыздар ма? Бұл Жәмиля Серікбай қызы ма екен? Иә, бұл банктен звондап тұр еді. Банктен. Кредиттеріңізді неге төлемейсіздер? Иә, төлеңіздер, тезірақ төлеңіздер, сіздер қарызсыздар. Қалай ақша жоқ? Ақша жоқ болса көйлек аласыз ба? Иә, білеміз. Көйлек алғаныңызды білеміз. Күйеуіңіздің тақсап кеткен ақшасына. Біз бәрін білеміз. Біз сонау неде космостан қарап отырамыз бәріңізді. Банктан қашып құтылмайсыздар. Сондықтан тез төлеңіз. Әйтпесе күйеуіңізге ақшаңызды құртқаныңызды айтамын. Сау болыңыз. Қатырасың сен. Қойшы, көйлек алғанын көрсетейін бұған. Қарыз қалмағанымды қаяқтан біліп қойдың дейді ма? Қарыз қалмағанын қайдан білдің дейді. Ақшаны құртқанымды қайдан білдің деп қояды. Білеміз біз бәрін. Кімге звондайсың тағы? Білмеймін, кім бар? Берші мен звондайын, кластасыма. Кімге? Кластасыма звондайшы. Мә звонда? Астанадағы. Жөндеп алды. Қаттақты қандай еді ол? Не деймін оған? Тергеніңді. Терсе тез. Жеп қойғақсың ғой өзің, шетінен. Әлі жарчылыққа сермепсің ғой. Алло, сәлеметсіз бе? Нұргүл ме екен? Сіз жұмыстасыз ба? Сізбен хабарласып тұрған диспетчер. МЧС. Үйіңді суалып атыр. Үйің сіздің астыңыздағы үйді суалып, пәтер суға кетіп атыр, соған жалып жасап звондады. Тез жұмыстан үйіңізге қайтыңыз. Штраф саламыз де. Штраф саламыз. Айлығыңыздың 2%. Мен кіресамын ба? Ойбай, Нұргүл, сендер жерге көшіп кеттіңдер ма не? Я, каталогтың ғой біліп қойдың ба? Ой, пырмай, жерге көшкендеріңді жерге салғандарыңды айтпайсыңдар, е? Айтпайым, ешкімге айтпайым. Мақыл, жаңа нөмір алған ғой, ана Күлпаш. Подружкам, саған звондап атқан ғой. Жамбылға сәлем айта бопты. Ой, сен жағдайын сұрап кеткенің емес, сен алда десе. Танып қойды ғой. Бәлесін қараса үй алып апты, ше айтпай. Бәрін біліп алдың ба? Кімге звондайсың енді? Білмеймін. Күлпаш, каталог. Тыныштық па не болды Жәмиля? Қалайсыңдар? Жақсы, шүкір. Мені өлтіреді, Самат осы жол точно бар ғой өлтіреді ше. Не болды, тыныштық па? Блин, мен құрттым бәрін. Кеше анау ақшағасыз қалдырып кеткен ғой, есің алдындағы бар ғой, тастарды төсетіп, ана стяжка құйдыртып, жұмысшыларды шақыртып, қалған ақшасына кредитті төле деп маған берген ақшасын мен құртып қойдым бар ғой. Неге құртып қойдың? Әйелде ақша тұрсын ба? Жыртылдап көйлек алдым кеше тойға ше. Ой, мәсе көйлекті алдым деп айта салмайсың ба? Қарызға деп алдамай-ақ. Сол көйлекті алып, енді не істерін білмей отырсың ба? Тойға көгеріп баратын болдым ғой көк көйлекпен. Әй, Саматтың ремонтқа деген бүкіл ақшасын жұмсап қойдың ба? Ақша жоқ, бір 30 мың теңге қалды. Күлпәш, қатайлы құтқарыңдаршы, бір жұмыс тауып беріңдер, соны есің алдына бір 30 мың теңгеге жөндететін бар ғой. Тауып берші, Күлпәш. 30 мың бар дейсің ба? Керек десең қазір әкеп берем. Болды, онда мен саған 30 мыңды берсең, мен саған жұмыс істейтін адам тауып берем. Күлпәш, шынымен айтып тұрсың ба? Иә, шынымен. Оля, жақсы болды ғой. 30 мыңға істеп бере ма есігін алдын? 30 мыңға істеп берем, алып кел. Болды, Күлпәш, қазір әкеп берем, мақұл ма? Қазір. Ойбай, 30 мың екеуміз бөліп алмаймыз ба? Жындысың ба, кім істейді оны? Накона істейді. Ойбай, Наконаға қайтып істейдісің? Қайтып істеткенін несі, алдамаймыз ба? Қайтып? Оның слабый жерін білем ғой, қыз десең болды ғой, бәріне көнеді. Звондайсың ба? Қазір қатырам оны. Так. Алло? Алло? Наконай сәлеметсіз бе? Кім бұл? Сіз мені танымайсыз.
мен сізді сыртыңыздан неңізбін қандай поклонницаңызбын. Сізге сыртыңыздан ғашық болып жүрген. Мен нөмірім қаяқтан алдың? Мен сол сіздің ауылыңызда әпкем мен жездем тұрады, соған қыдырып барғанда сізді өткенде машинада көріп қалған ем. Соған сіз маған қатты ұнап қалдыңыз. Соны сол жездемден телефоныңызды алып звондаған едім әпкемнен. Мен айтып қоймаңыз, иә. Қалада тұрамын. О? Сіздің шын атыңыз кім негізі? Наконай? Наконай ма? Необычный ат екен өзі. Сенің атың кім? Менің атым ба? Менің атым Айжан. Айжан. Айжан? О. Иә, құдашамын ғой. Иә, сол сізді жақсы көріп. Иә, мен жаман қыз деп ойлап қалмаңыз, просто сізді сыртыңыздан көріп, иә. Кездесейік та? Кездесейік, иә. Менің нөмірім осы, жазып қойыңыз, атым Айжан. Хабарласып тұрыңыз. Болды, Айжан, жазып қоямын телефон. Айжан? Иә, сөйлесіп тұрайық, кездесейік, иә. Болды, Айжан, кездесеміз, Айжан. Жаным Айшин, Айжан, сыңғырлаған даусынан айналдым. Айжан. Қатырдым. Ей, стяжка ше? Стяжка істетеміз осыған, өйтіп айландырып бар ғой. Одан кейін 30 мыңды өзіміз бөліп алмаймыз ба? Сенді ма? Ақыры мені алдап, ақырымды шығарып жүрген еді бір. Көзіне көк шыбын үйбелетейін тура. Терсе әлі бір табақта термепсің. Сен ғой жүй бересің, жүй бермеші. Ойба, 2 күн пішете береміз ба, немене бәле? Терсе өзіңді көлеңкеге отырып алып. Әй, ана мен екенімді айтып қойма, менің новый нөмір екенімді. Ешкімге, тірі жанға айтпа. Ешкімден білесің ғой мені? Могила. Білем ғой сенің қандай могила екен. Ай, не істеп тұрсың, құбақа ұқсап тарбиып. Ойы, спортпен шұғылданып жатырмын де. Сонша бұндай салауатты, салтты өмір сүруіңе не себеп болды екен сенің, байқұсау? Еркектің тірлігіне араласпай. Ойбай. Көріп тұрсың ғой тренировкамен жасап отырғанымды. Бар жұмысың істе. Ойбай, қай батырдың әруағы оңған саған? Теге қырып баратсың ғой теге. Әй, Гүлбаш. Көтергенің біріш. Қайықта жүрсің, Не болды теге, туй. Азаннан бері таппай жатыр ғой, телефоныңды көтермейсің ғой. Еміз-үйлі бала ұқсап мені іздейсің де жүресің теге. Әбет болды, тамақ шықты. Телефоның болса өшіп тұр. Батарейкасы өліп қалыпты енді, не болыпты соншама? Батарейкасы өшсе, зарядтабаңдар. Күнге зарядталатын бір телефоның? Осы мен болмасам аштан аш жата бересіңдер ма? Әрекеттерін жасап, сәл-сәл тамақтарыңды істеп жемейсіңдер ма? Жынды ма? Саған не бұл? Темір көтер. Әскерге шақырды ма не? Ау, әскерге шақырды ма деймін? Не болды? Спортпен айналысуға болмай ма? Спортпен қашаннан бір айналысып қоймай? Темір көтерген білмей тұр. Азынан кешке дейін ләңгі тепкеннен қолың босамайтын еді ғой. Тоқта, сен ей. Ғашық болып қойған жоқсың босы. Мына ғашықтың тірлеуі ғой мынау? Қой, бұраға. Кімге ғашықсың? Мен емес ғашық. Ол ғашық. Саған сол ғашық па не? Иә. Ей, молодец, кімнің қызы? Қай жақтың қызы ол? Танымаймын, өзі звондады. Мен сыртынан көріп ғашық болып қапты. Қой, қойшай. Өзінің қиялынша армандап жүрген. Қалай ол сен танымайсың, ол саған ғашық болады. Қаяқтан көріп сен ол? Өзі мен сыртынан көріп звондапты. Қаланың қызы. Саған қой, кәдім саған қабыластың өзі звондады ма? Өзі звондап ғашық болды. Мен саған тием дейді. Сенің мінезің, телеосыларына жың,
ұнайды дейді маған. Ай, молодец. Бірақ нормальный қыз ба, рең басы ақыл есі дұрыс қыз ба әйтеуір. Түрін көрген жоқпын, бірақ менің полковницам деді ғой. Сен де адамды күйдіріп. Түрін көрмесең қалай ол? Түрін көрмесең соған ғашық қылып тереңірек күсе берсің бе? Түрін көр. Енді мен полковницам жоқ. Полковница. Полковница емес, поклонница де. Поклонницам мен. Адам. Түрін көрейік, звонда шаға. Көрейік. Соған звонайын. Звонда деді, әке. Әке, мен айтам. Звонда деді. Сен қатының бар емес? Суретің жібер де оған. Көрейік. Шыдаш. Не үшін? Суретін жібер десе, көрейік та, түрін көрейік та. Қақтан қыз. Оның суретін не қыласың сен? Көрейік та, енді суретін көрейік та. Айтсай. Оған звондап көрейін ба? Звонда да айт, суретін жіберші. Бол, звонда. Алло. Айжан? Мен ғой Наконай. Қалайсың? Наконай. Иә, таныдым. Мен мұнда салат турап отырмын. Өзіңіз не істеп жатырсыз? Мен азанымен цемент құйып жатырмын. Жұмыс істеп жатырмын. Цемент құйып жатырсыз ба? Маған негізі сондай ер мінезді, сондай бір сөзді, сондай бір қатал мінезді жігіттер ұнайды шы. Ал сіздің мінезіңіз қандай? Мен мінезім ба? Енді қатал болатын жерде қаталым ғой. Қаталдық бәрі еркекте болады ғой. Әу! Өстесіңдерші арам тамақтар. Бастарыңыз жарам. Арам тамақ. Сіздің мінезіңіз қандай? Ашуыңыз қатты ғой тегі. Өңшаң арам тамақтар. Оңбағандар. Сен не қылып жатсың? Сәл жұмыс істесең демаласың, сәл жұмыс істесең де демаласың. Кім оңбаған? Ашуыңыз қатты ғой тегі. Жоқ, саған емес. Ағам ғой, ағам. Бұл үйде мен ғой қожайын. Үйді мен басқарам, иә. Айжан? Суретін жіберсің. 3-4 сурет жіберсің. Мен сені көрмеуің ба, сен мені көргесін? Сен суретің бар ма? Қандай сурет? Менің суретім? Жарайды, жіберейін. Мені көргіңіз келді ма? WhatsApp-пен жібере аласың? Иә, қазір жіберейін. Болды, күтем. Жарайды. Сурет көргің келді ма? Жібереді қазір. Кімді арам тамақтап тұрсың сен? Мынау, енді айтайық та енді, сен танымайды ғой. Сен түгіл, мен көрмедің бе? Ертең келін болып келсе, қайнағам арам тамақ екен деп, мен сыйламай қойды ғой, айтпайсың ба? Ағам жақсы, екеуміз басқарамын. Бұл қожайын адамды жақсы көрем деп тұр ғой, жұмыс істейтін, цемент құятын мықты адамды. Арам тамақ демесе ешпіз. Қазір интернеттен бір-екі әдемі қызды көріп жіберейін. Жаралы жүрек қып қояйын сені. Отырмайсың ба жүрегіңді ауыртып? Мен бастық болып тұрмай сен көрмей. Сообщение келді. Аш. Сол көрек таян әкесі. Мен ғой көретін. Ой, бақ білсек, көрек та. Сен қадының бар емес пе? Ох, ё-майо, мынаған қараш. Мына красавица екен. Мынаны срочно алып қашу керек қой, ё-майо. Мәссаған. Мені алып қашу керек мынаны. Сұлулық осымен бітті ғой, Звонда, кездесек те. Ал? Кездесек те. Қазір ма? Мына айырып қалма, мына әдемі қыз екен. Берші мен сөйлесеңіз, жоқ, сіз сөйлесіз. Мен неменеге звондаймын, неменеге кездесесің сен? Мен ғой кездесемін. Шақыр деп тұрмын, кездесуге шақырса енді. Сен не қатысың ба суретің? Саған деп тұрмын, саған. Мен қасымда жүресің мен? Ұят емес пе? Кетші бәрі, өзі білші. Қашық болып, қырып баратсың ғой бәріміз. Қатыны бар үшін менің қызыммен таласады. Күлбаш көрсе ғой, жаның шығарады ғой. Наконай. Арқам басы берсін. Қойшы. Басы ше. Тура шай жетін кезде айтады екенсің бе? Қойшы. Жексен шалқайып жата берме, апамды алып келсеңдерші беташардан, машиналарыңмен. Ой, сендер деп жатқызбайсыңдар. Келінінен топырағынан жаралады деген анық рас болатын болса,
Senin енең болатын болса апа өзі ақ зырылдап келіп қалатын кез. Айтты ма оны? Апам өзі келіп қалды. Қалай келдіңіз апа, жақсы келдіңіз ба? Бет ашар қалай өтті, жақсы өтті ма? Ана қайныңыз бақыттан бас айналып өліп жатқан шығар, кенжесін үйлендіріп. Жақсы өтті, Құдайға шүкір. Ай, мә, мына кәмпитпен шай ішіңдер. Сарқып па? Ана Наконайға жұғысты болсын деп беташардан теріп алдым. Бәрі осы сені сұрайды. Наконай қашан үйленеді, Наконай қашан үйленеді деп ұялғаны май масқара. Ненің кәмпит екен бұл? Ей, ана баяғы Розаның қызы әжептәуір бойжетіп қалыпты. Сұп-сұлу қыз болыпты. Ана домбыраға қатысатын балауса ма? Иә, дәл өзі. Соны Наконайға әперем. Ой. Мен жүретін қызым бар. Ой, осы бірдеме десең бар, сылтауы дайын тұрады екен. Енді сүріп ойдақ болып жүресің көздеп. Рас айтады апа, қызы бар екен. Көрдің ғой мен бағана? Көрдіңдер ме? Суретін көрдім. Шын айтты. Мынандай әдемі қыз, керемет қыз. Ай, қай жақтың қызы, кімнің қызы ол? Қаланың қызы ма? Қаланың қызы. Оқуын биыл бітіреді. Иә. Көрдің ғой? Ой, бә, сен яғып темір көтеріп турникке тартынып жүр десем бұл. Соғысқа дайындалып жүрмін десе, шәлден. Оңбаған басқа маған айтпайсың ба? 20 жыл нянкің болдым ғой. Нянкіден құтылатын болыппыз ғой, скоро Құдай қаласа. Иә. Кімнің үйіне келді өзі? Ана Күлпаш біліп қайтсын, алып қалайық. Ит біліп қалын. Күлпаш не біледі? Күлпаш емес өзі білсін бұны. Өзі бірінші аспан зорған. Бірінші таныссын, білісін, ары берісін, бәрін анықтабасын да. Үйленетін да ғой Күлпаш емес қой. Иә, шын айтады, рас айтады. Жексен дұрыс айтып жатыр апа. Не қыламыз әлден дабыра салғып, алдын ала асықсып. Екеу сөйлесіп жүр екен, сөйлессін, келсін. Бір мәмілеге келсе мені білесіз ғой? Не? Шеке қыламын ғой, ары қарай бәрін. Уайымдамаңыз. Бұны бір білсе катөлік біледі. Осы ауылда қандай соңғы жаңалық болып жатыр, кімнің үйіне кім келіп, кім кетіп жатыр, бәрін сол біліп жүреді ғой. Күлпаш, сен сол катөлікті ертіп алып, мына ауылға бір разведка жасап қайтсайшы. Болды, айтсаңыз болды апа. Қатырамыз. Ой, менің намаз оқитын уақытым болып қапты ғой. Намаз сосын ішесіз бе? Иә, кейін. Өздерің шайларын құйып іше беріңдер. Маған тапсырма келді. Кеттім мен. Ойбай. Басшы берсеші арқам. Әбет ішіп отырмын дедім саған. Басшы берсеші. Ойбай. Бош кей. Баспайым. Үйленетін балға арқа бастаған не біле ол? Мен балам басады сен енді. Күлгілі жайына. Күллі бойына. Қалайсың? Жақсы, не істеп отырсың? Я жүрсің жай ма? Ой, жүрген. Ай, не қылды ана? Наконай әлі сеніп жүр ма? Ойбай, Наконайың былай тұрсын. Апам сеніп қалса бола ма? Қазір апам бар, Жексен бар, бәріміз жабылып жоқ қызды іздеп жатырмыз. Ойбай, енді кім топ бересіңдер оған? Алдауымды алдап алып, өзім қорқып жүрмін қазірше. Бағана ғой, интернеттен ана суретіңді көрсеттігімге интернеттен әдемі бір қыздың суретін жіберген. Ой, кім қыз? Наконайға. Кім суретін жібердің? Құдай бәлі, кім біледі оны иттіл танытпай тұр, жібердің. Әдемі қыздар екен. Енді ауызы аңқиып соған алданып өліп жүр. Берсем ешкімнен шығай. Кәне сондашы Наконайға көрейікші. Ойбай, қазір Наконай бар ғой. Менің бүткіл айтқанымды істейді. Не айтсам соны істейді бар ғой. Рахат болып қалды дейгі бар ғой. Аузынан шыққанды қағып алады ма? Қазір звондайын ба? Подружкам бар десей? Ой, құрсын ойбай, өзімде күлкім кеп зорға жағылам шыр өзімде. Тоқта. Айжырымыз онда отыр ғой. Алло? Алло? Сәлем. Қалайсың, Наконай? Иә, бұл мен Айжанмын. Қалай суретім ұнады ма? Көрдің бе? Көрдім. Сенен кейін сұлулық бітті ау. Рахмет, комплиментіңе рахмет, иә. Негізі, маған ғашық жігіттер көп негізі. Білмеймін, алып қашып кете ме деп қорқамшы біреуі. Көрсін алып қашып. Сен маған жаралғасын. Екеуміз үйленеміз. Рахмет. Мен де осы сендей жігітке күйеуге шықсам деп армандап жүрмін. Әйтеуір өзгеріп кетпесең болды кейін үйленгеннен кейін. Еркектердің бәрі сондай ғой, үйленіп алады да өзгеріп кетеді. Әйеліне секреттері пайда болады. Мен ағам сияқты емеспін не? Ағаң қандай? Ағам жеңгемнен жасырады.
Нені? Машинердің полигін ашсаң, қырғын ақша жатыр, прикинь, жеңген білмейді оны. Оңбаған. Кім? Жоқ, жоқ. Жоқ, сен айтып жатқан жоқ. Мұнда бір құрбым келіп отыр еді. Соны айтып отырғам ғой. Иә. Өзіңіздің енді отбасыңыз жайлы айтып өтсеңізші, кішігірім. Мен әлі білмеймін. Иә, бір жеңгеңіз бар деп айтып қалдыңыз. Енді менің отбасымда апам бар, ағам бар, жеңгем бар, әпкелерім тұрмыста. Жеңгеңіз жақсы адам шығар. Өте ақ көңіл, сондай бір кішіпейіл, сондай бір әдемі, сондай бір... Күлпәш па? Иә. Ой, ол үйдің жыланы. Кім жылан? Күлпәш. Жеңгеңіз жылан ба? Мені көрсе бірақ тышқан болып қалады. Жаман қорқады. Мен ағам сияқты емеспін ғой. Ағам сәл нағашыларыма тартқан, бостау. Мен қаталымын үйде. Бәрі мен қас-қабағыма қарап сөйлейді. Ана Күлпәш бар ғой, менің туфлиімді сүрткен кезде бар ғой, айна болады. Сосын мен жақсы көретін тамағымды істейді. Сәл қатал болмасаң болмайды оларға. Мә, қандай адамсыз, Наконай. Сонша үйіңіздің күлімен кіріп, отымен шығып, сонша жұмыстарыңыздың бәрін істеп жатса, сіз болса солай сөйлейсіз ба сонда соған? Енді өзің айттың ғой, маған қатал жігіттер ұнайды деп. Дұрыс қой, енді мен қатал бол дегенде олай қатал бол деген. Жоқ, ол әйеліңізге ғой қатал болыңыз, жеңгеңізге қатал болуға болмайды. Айтқанын істеңіз жеңгеңіздің, кешірім сұрап. Айтпесе мен сізге ренжіп қалам, сөйлеспей қоям сізбен. Я, Айжа, мақұл сенің дегенің ақ болсын. Мен оны тыңдаймын. Жай айтып жатқаным ғой енді. Күлпәш не десе де бәрін бір ауызын сөзін жерге қалдырмай істеймін. Иә, сөйтіңіз. Оңбаған, мен жалмауыз деп қояды оңбаған десейші. Болды. Қашан кездесеміз? Алло. Бәлесіне, ой, пырмай алдап солап бүкіл жұмысын істетіп алдың, не? Сөйтіп істетпесек істемейді ғой, айтқанымыз істемейді ғой болса. Ой, пырмай, Күлпәш. Екеумізді қанша қорқытты ол бәле? Соны айтсай. Ақымызды алайық та бір рахаттанып. Соны айтсай, молодец. Күштісің ғой сен, Күлпәш. Кеп семішкаңдан бері семішка шықай. Күшті. Ауылда не өсек көп отыр? Осының дауысы бір жерден таныс сияқты. Көмектесейін жеңгеме, ода тұрған не бір? Айжан. Шаңғы толып қапты мына, қанша жыл болып қақпағанына. Обязательно осының бәрін мен істеуім керек қой, тазалап. Наконай? Ойбай, шыбық сындыру керек қой, сен палас қағып жатсың бәй? Мен қағып атырмын. Аллай. Мә, мұнаның бәрін сен өзің айнадай қып жылтыратып жинап шықтың ба? Енді кім жинайды мен өзінің бәрін? Өзің миың істеп жасадың ба, жоқ әлде апам айтты ма саған? Саған көмектескім келді, көмектесіп жатырмын, не? Қойш. Молодец, негізі молодец, Наконай. Негізі бар ғой, сен ғашық болам деп өзгеріпсің. Нағыз жігіт болсың сен. Негізі бар ғой, Наконай. Осылай қолғабыс көрсетіп бар ғой, өзіңнің жауапкершілік екеніңді, іскер екеніңді көрсетіп дәлелдейтін болсаң бар ғой, любой қыз саған тиеді. Қыздар сондай жігіттерге күйеуге шыққан жақсы көреді. Өзімді білемін. Осылай жүр, жауапкершілігің мол болып. Молодец. Наконай, айтпақшы, сенің ғашығыңның кімнің үйіне келіп жүрген білдік ауылда. Кім үйіне кепті? Не болды? Ал айтпайым. Көзің жанып барады. Айтшы, тірлігің бәрін істеп отырмын, айтшы. Жәмиланың үйіне кепті. Жәмиланың сіңлісі екен. Қай Жәмила? Мектептің астында тұратын шы? Бәлі. Саматтың қатыны. Саматпен бажа болам десе онда? Ойбай, Саматпен бажа боласың. Айжан, соның үйінде екен ғой? Иә. Күшті информация бердік қой, бірдеңе ақысына ештеңе бермейсің ба? Сәл қит етсе, ақша сұрайды екенсіңдер, Хотя бір 200 дейін сасап берсе? Тірлігің бәрін істеп жатырық қой. Шөбіңді орып жатырық, қорағын тазалап жатырық, паласын қағып жатырық, тамағын істеп жатырық. Үйіңді тазалап жатырық. Соқыр тиыным жоқ. Жылай бересіз. Мен бірдеңе сұрасам жылап қалай тетір. Салмайсың 200? Салмайым. Дәл саған салмайым. Көрем салмаған. Ақшам жоқ. Айтпақшы анау, кімнің Жәмиланың сіңлісі екенін ешкімге айтып қойма пока. Бәрін бүлдіріп жүресің. Болды. Соңында кейін. Сен де айтпа, мақұл? Иә. Қазір палас қағып бол, тағы да жұмыс дайындап қоямын саған. Айжан, кім үйіне келгенін біліп алдым мен. Қу қыз.
Ай, Зылиха, қалайсыңдар? Бізде де жақсы бәрі. Жаңалық болғанда үлкен жаңалық болайын деп тұр ғой. Нәкөнайды үйлендірейін деп жатырмыз. Әй, бізге айтпай, өзі бір қызбен жүріп жүр екен. Жоқ, ауылдың қыз емес, қаланың қыз екен. Мен ана Розаның қызын алып беремін деп жүргем ғой. Өз тауып алып та. Тфай деп қояй, көзің тиіп жүрер. Осы кішкентайында әдемісін-ай деп айта беруші едік. Ақыр аяғында не болды? Тізесін құшақтап әлі жүр. Құдай қаласа, бет ашарға ниеттеніп жатырмыз. Міндетті түрде хабарын айтам. Иә, жақсы, әй, бәріне сәлем айт. Жақсы. Апа, сізде аузыңызда сөз тұрмайды. Қайда жүрсін, бірде ақылдасайық та? Нені? Нені дегеннес, әлгі қызды не істейміз? Алып қашамыз ба, әлде құда түсеміз бе? Алып қашағаны хабаршыға кімді жібереміз? Жоқ, қызды қайда алып қашпақшысыз, апа? Жоқ қыз нес? Әлі іздемегенсіңдер ме? Енді іздеп жатырмыз ғой енді, бірақ енді біз сізге Шерлок Холмс емессіз ғой, бір күнде тауып беретін. Шешеңіз. Сен білмесең де ана қасыңдағы доктор Батсының білетін шығар. Білмейді, каталогта білмейді. Біле алмай жатырмыз ғой, апа, енді. Әшейінде бәрін біледі. Осындайда түк білмей қалады да о да. Шешеңіз. Апа, енді сізде алдын ала жар салмасаңыз енді. Алдымен білейік, тауып алайық, жөн-жосығын білейік. Білмей жатып, сізде алдын ала жар салып отырсыз. Бәрінен сүйінші сұрап. Бір-екі күнде кездеседі екен Нәкөнай ана қызбен. Одан кейін біліп алайық не болғанын. Шешеміз ғой ары қарай не болатын. Қызбен кездесем екен? Ай, қызбен кездесетін рас болса, ана қалтасына ақша салып жіберу керек қой. Сенде ақша бар ма? Берсейші. Апа, қоймышшы менде қайдан болады енді ақша? Ана алсаңыз Жексеннен. Ой, Жексеннен бағана сұрағам. Соңғы ақшасын ана машинасы жұмсапты ғой олда. Өтірік айта береді. Ана полиның астығын көріңіз. Ақшасы ол жаққа тығады екен. Мен барып көрейін олда оны. Алып алыңыз бәрін. Қарай көрсін. Сұрайсыз ба содан? Сұрайын. Сізге сот жоқ. Мен Айжанын не істеп отыр екен? Ойбай, қайсысы мынау? Ой, құдай. Бұл да жеп қойды. Алло. Алло, Айжан. Қалайсың? Нәкөнай, сәлеметсіз бе? Жақсы, рахмет. Мен сен айтқандай жеңгеме көмектесіп жүрмін. Мә, не деген жігітсіз? Айжан. Қашан кездесеміз енді? Кездесейік те енді? Көмектестім ғой. Ой, ертең болса ертең. Болды. Не дейінсі? Қанша? 2000? Ой, 2000 деген ел еркекке не тәйір? Көмектесем. Салып берем ойымдама. Міне нағыз жігіт. Маған осындай жігіттер ұнайды. Рахмет сізге. Бірақ өде еткенде ертең кездесейік енді. Үйе. Жақсы. Құр жүргенше пайдаң тисін де біреуге. Тым болмаса. Не өзіңе пайдаң жоқ, не қоғамға пайдаң жоқ. Ертең болса ертең. Ұйықтай алмай қалмасам болған енді. О, Нәкөнай, шырттай болып киініп ат не ақ тұрсың? Қызбен кездесейін деп тұрмы? Хачко сияқты біраз тұрып қалмаса осы жерде. Ой, жұғыл. Гүлімді солып қалады ма ғой?
Сағат 4 болды. Осын күтіп тұрған мен 2 сағат болды. 2-де келем деген. Әлі жоқ. Осы қыздардың кешіп келу деген кім шығарған екен? Ой, мына күнде шыжып бір. Алло. Алло, Айжан? Келе жатсың ба? Ой, кешіріңіз, Наконай, сіз әлі күтіп тұрсыз. Мен бүгін шаруалар болып шыға алмай қалып едім. Неге? Бәлкім ертең жолығармыз. Иә, оның үстіне де әпкем де кішкене мазасы болмай жездем жұмыста еді. Әпкем бір өзі үйде. Ана кішкене цементін құя алмай әбіржіп жатыр екен, иә. Сіз цементіңізді құйып қойдыңыз ба демде? Ой, ондай жұмыс маған цемент құю, стяжка құю маған 6 секунд қой. О, не деген жігітсіз. Бәлкім менің әпкеме де кішкене көмектесерсіз, а? Болды, көмектесем. Ол не тәйірі? 6 секундта құйып берем. Шын ба? Ой, рахмет, күшті болды ғой. Жәмил әпкенің цементін ба? Менің әпкем Жәмил екенін қайдан біліп қойдыңыз? Білем мен, іздеген адам табады. Иә. Жарайды, онда бірақ Жәмил әпкеме айтпаңыз, мен хабарласты деп. Ят болар біліп қоймасын. Ой, ұялшағын қара. Міндетті түрде ертең міндетті түрде жолығамыз. Болды, қазір барам онда. Дайындалыңдар. Жақсы. Құр жүргенше маған ақша істесейші. Мына жерге магазинді алсам, мороженое аласа алатын. Ой. Кенже саламатсыз ба? Ой, Накунай, келдің ба? Қалайсың? Ой, не мына үстің? Жаман киім киіп келмедің ба? Шікірейіп, кездесуге келгенде киініп апсың ғой? Бола береді. Әлі менімен кездесуге киіп келдің ба? Сенде нем бар одан да жұмысыңды көрсет. Жұмыс көрсететін болсам, жұмыс көп. Накунай, мына ағаштарды қарашы, осы ағаштардың бәрі жарып бар ғой, қораға кіргізу керек барлығын. Мына алдарындағы мына талдарды көрдің ба? Осы талдардың барлығын астарын әктеп, сылап, әдемілеп, қалған атпен мына дуалдарды да сылап берсең, Накунай. Так, сонымен не бар еді? Ана тандырдың да несін дұрыстау керек еді. Жақсылап өткендері шиет бұзылып қалып еді. Накунай, естіп тұрсың ба мен? Накунай, саған айтып тұрмын, тыңдасай. Сосын мына ана стяжка тұрды. Күрек пен шелекті дайындап қойдым. Соларды барып, ана жерге стяжканы құйдыртып, өзің істей берші, мақма. Маған ба? Ойбай, рахмет, Накунай. Ойбай, айдалайын. Өркенің өссін. Рахмет, бұндай гүл саматтан күтпейсің да ғой. Әдемісін. Рахмет, Накунай. Онда анан күрек пен шелекті дайындап қойдым, істей бересің ғой, мақыма. Мына үйде жұмыстарым көп, соларды істей берейін. Жарай. Айжанға сәлем айт. Айжанға? Айжанға. Мен әжеме сәлем айт дейм ба? Белюшка в океане попадется, и скоро ваша шхуна пополам под острою пилой распадется. И гнёла я люблю, все на свете я пилю. Гнёла я люблю, все на свете я пилю. Я с детства все пилила, что могла. Призвание видно у меня такое. Пилою моя мамочка была. И бабушка моя. Айжан. Осыдан кездесейікші. Бәрі сен үшін болып жатыр. Алло. Алло,
Наконай, сіз бе? Ау. Қалыңыз қалай? Неге маған қайта звондай бересіз? Кездесейікші. Мені қатты көргіңіз келіп жатыр ма? Қатты көргің келіп сен. Енді айтқаның бәрін істеп отырмын. Келдіген жерге келді, барып отырмын. Мені көрсеңіз қатты таң қалатын шығарсыз. Енді сәл шыдаңызшы, Наконай, кездесеміз ғой. Мен просто бүгін үйде шаруалар шығып шыға алмай қалдым ғой. Ренжіп қалған жоқсыз ба, алло? Айжан сен ба? Я, мен ғой, танымай қалдыңыз ба, Наконай? Мен ғой. Мамамдар кеп жатыр, Наконай. Ертең хабарласам жарай ма? Сау болыңыз. Ой, оңбаған ақымақ. Мен сені біраз жынды қылайын әлі. О, оңбаған. Күлпәш. Аферист. Ишак Карамурский притон жауыр. Сумасшедшая любовь. Сен екесің ғой мен қатырып жүрген? Оңбаған Күлпәш. Аферист. Қалай алдам қалдың мекені? Ой, өзімнен де бар ғой. Қалай даусын танымадым оны? Ай, қалайсың қайным? На шапкың қап кетті ғой кеше. Айтпақшы, сен үйіңде Айжан деген сіңілің бар ма? Айжан деген сіңілім? Иә. Айжан деген сіңілім жоқ. Айжан деген әжем бар 96-да. Не? Оңбаған. Аферист. Не еді? Оңбаған Күлпәш. Мені плотно қадаған екесің ғой, Күлпәш демекші, Күлпәш қаяқта? Рахмет айташы, кеше 30 мың теңгеге қаншама жұмысым істеп, стяжка қойып беріп еді. Күлпәшқа рахмет айтайын мен. Еще мына қара тауықтың үйіндегі жұмысын 30 мың теңгеге маған істеткен ба мынау? Оңбаған. Менімен ойнайын деген не кересің ғой, Мен бұны қатырайын. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Ойбай, мынау қайсысы қазір. Ай, Құдай. Мынау қайсысы? Алло? Алло? Бұл Ынтымақ көшесі 84-ші үй ме екен? Күлпәш қой. Я, сәлеметсіз. Я, мен Күлпәш. Біз сізге ұлттық қауіпсіздік комитетіне звондап тұрмыз. Менің есімім аға лейтенант Жолдасов. Біздің базада бүкіл телефондар прослушкада тұрады. Сондықтан біз сіздің телефоныңызды бақылауға алған едік. Сіз әркімді алдап, өз жеке мақсатыңызға пайдаланғаныңыз үшін Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жауап бересіз. Мен жай ойнадым ғой просто. Сонда әзілдесуге болмай ма? Ойнадым ғой мен. Енді сіз үшін ойын болса, біз үшін үлкен қылмыс. Сіз Қазақстан Республикасының қылмыстық бабына сәйкес әркімді алдағаныңыз үшін бас бостандығыңыздан 3 жылға айырыласыз. Жоқ, кешіріңіз, кешіріңіз, менің қолым бос емес еді, кейін хабарласарыңыз, иә. Кешіріңіз, иә, мен сөйлесе алмаймын қазір. Астапыралла, мынала, сонда әзілдескенге бола мені соттамақшы ма? Мен қайдан нөмірімді біліп? Құдай-ай, мыналар менің нөмірімді тауып алып отыр. Құрсын, құртайын мына нөмірді. Құдай-ай, енді әзілдескен бола сотта жіберетін болса, енді жақында бір-бірімізбен әзілдеспей тек бір-біріміз тамырайып жүретін шығармыз, енді құрсын. Әзілдескен бола соттасып атсақ, бір соттасқаны жолғатын шығармыз, енді бір-бірімізбен сөйлеспей. Наконай, қалайсың? Күлпәш қайда? Бақшада Күлпәш. Сені үйленейін деп жатыр дейді ғой. Кетші. Қаланың қызына. Күлпәш, қалайсың? Жақсы. Не болды? Күн күшті болып тұр, Саған күшті шығармаған баш жерлап тұрған жоқ. Мен же қайным звондатты. Бүгін бет ашары ғой. Соған күміс комплектіңді бере тұршы. Пожалуйста. Каталог. Не? Мен сотталайын деп жатырмын. Ойбай, соттасаң, ақыр алдын комплектіңді бере салшы. Күйдіргай, осы Не қыласың, пақандалап қояды. Адам нервісін ойнатып.
Бағанаға әзілдескеніміз үшін маған қазір КМБ-дан звондап жатыр. Сол үшін сот бар дейді, 3 жылға сотталасың дейді маған. Шынымен айтып жатсың ба? Иә, қазір ғана звондады. Құрсын бәрін телефонды әзілде құрсын, енді ешкіммен әзілдеспеймін да, ешкіммен жерде ойнамай-ақ та қойып, күлмей-ақ та қойып. Тағы звондап отыр. Бересің ба, бермейсің ба? Звондап отыр маған, бұшы. Ала берші, құдай. Алло? Алатыныңды біліп тұрсың ғой. Алло, католог ба? Иә, каталогпын. Күлпашқа берші. Күлпаш бар. Кім? Саған. Кім? Білмеймін. Алло? Ой, телефон неге өшіп тастадың? Мен ғой ағай лейтенант, жолдас. Мен қолымнан түсіп кетіп еді, кешіріңіз. КМБ-дан звондап жатыр ғой. Сені қайдан тауып алған? Қолыңнан түскен жоқ қой. Лақтырып тастадың ғой. Көріп тұрмын. Мен танымаймын. Оны қайдан білдіңіз? Мен спутниктен көріп тұрмын. Қай жақта қарап отыр? Қандай спутникте қарап отырсыз? Қандай спутник? Ой, дүниесін көрсететін спутник. Оңбаған наконай ғой мынау сөйлесіп отқан манадан бері. Адамның зәресін алып бергеші бер, адамның нервісін ойнатып күйдіргі. Қалай екен? Оңбаға мынаны тұрсын қарсы берге бер. Осы менің зәремді алып өлтіретін болдың ғой сен күйдіргіші.